жинап алдым, жайғасып алдым. Күшті төсек туралы әңгімені жырлайын деп тұрмын. Сырымды ақтарайын деп тұрмын. Білімімді төгейін деп тұрмын. Сондықтан да жайғас. Сосын жас қыздар деп өтірік ұялмай-ақ қойыңдаршы. Құрбым, сен білдің бе? Жақсы, качественный төсектен, жақсы періскеннен сен қаншама пайда алатыныңды. Окситоцин, дофамин, эндорфин, тестостерон, либидо, тағы да сенің гормондарың қалай толатынынша білдің бе? Білмесең біліп жүр. Сондықтан қазірден қашып жүрген, төсектен қашып жүрген қатындарға айтамын да, байларына бермей ырғалып жырғалып жүргендер, сосын байымен недовольныйлар, қосылғысы келмейтіндер, әйтеуір оргазмның пигіне жетіп көрмегендер, өмірінде куни жасатып көрмегендер, жасата алмай жүргендер, қашады. И қаншама саған керек пайдалы тәніңе, жаныңа, денеңе керектінің барлығынан қалай өзің бас тартып жүргеніңді өзің байқамайсың. Неге керек? Өйткені тамағы бар, успехі бар, жұмыста бір дәрежелерге жетіп жатырсың, өміріңде бір кезеңдерден өтіп жатырсың. Осының барлығын ойлайсың, бірақ именно төсекке келген кезде салғырт қарайсыңдар. Ананыкі толып қалды, бітіре салды, бір тесікке кіргізіп, сен бір тесігіңді қимылсыз ұсына қалдың, и болды. Айтсаң, немене көттен басқа проблемамыз жоқ деп шығасыңдар, сақ-сақ етіп. Сол дұрыс қанбай жүргендіктен емес пе, сақылдап жүргендер деп гүрілдеп, бақырып, шақырып. Түнде бақырсаңшы, түнгі төсектеріңе салғырт қарамаңдар, жандарым. Как попало, ой қойшы деп жүр. Мән беру керек, разнообразить ету керек, жаңа техникаларды үйрену керек, беру керек және алу керек одан. То есть әдемі бердің, жақсылап алдың. Нені алдың? Оргазм алдың. Не алдың? Сквирт алдың. Не алдың? Толықтай сезім, махаббат, Не алдың? Жаңағы сені бақытқа бөлейтін гормондарыңды толтырып алдың. А еще жасарып, өзгеріп, басылып, тікенектерін қайта кіріп, качественный, стабильный төсек. Жас, жаңадан тұрмыс құрғандар, 2 жылдан 4 жылға дейінгі, аптасына 3 рет қосылу, ұмытпай, және де ерекше қосылу. 10 жылдан ары қарай аптасына 2 рет азайтамыз. Өйткені жас отбасыларда бір-біріне деген қалауы да, оты да әлі алаулап тұрады. 10 жылдан кейін төсектің өзі жаттанды болып кетеді. Өйткені сенің әрбір қыртыс-пыртысыңды, кіргендегі тесікке кіргеннен кейінгі жаңағы қуыс-қуысыңның барлығын жатқа біліп алады. Еркектің әпшуінде көз бардай да. Қызық емес болады бәрі бірде. Сондықтан жыл бірге тұратындар. Ол қалай? Біз керісінше төсекті жиілету керек деп ойлап жүрсек деп қателеспеңіздер. Анау сіздердің төсектеріңіз жаттанды бір стимуляцияға айналмау керек та. Сен өтірік дауыс шығардың, ол өтірік кірді, как будто наслаждается тобою, как будто сол тесікті бірінші рет көргенде жоқ. Кешіріп қойыңдар. Бір көттенде адамдар шаршайды, әйел болсын, еркек болсын, бір-бірінен шаршайды. Сондықтан кішкене арасын ұзартып барып, әдемі берген кезде
төсектерің жаңарғандай, жаңа леппен сезім бергендей болады. Ол шынымен солай. Вот. Ал жаңадан тұрмыс құрғандар чаще наслаждайтесь, изучайте друг друга, открывайте новые двери, деймін ба. Бір-бірінен жалығып кеткен еркек пен әйел туралы айтып кетейін, маңызды, тыңдап алыңдар. Оның иісінен сен уже возбуждаться етпейсің, сенің иісіңнен оныкі тұрмайды. Кейде до такой степени қосылып жатқан кезде тұрғызамай әлек, а сен оған қарайсың да, бля, деп ше, я что такая страшная, что ли, деп маған тұрмайтын да, деген сияқты. Одан сайын көңілің суый бастайды. Дәлелдегің келіп тұрады. Может, басқа еркекті көру керек па, деген сияқты. Мына далбойөптікі маған тұрмайды ғой, деген сияқты. Одан кейін бір әрең тұрып қосылған кезде де сенде уже андай возбуждение жоқ, предвкушение жоқ, вау, не болады деген сияқты. Өйткені до такой степени оның әрбір движениесін жаттап алғасын. Ол сенікін жаттап алған. Іш пыстырарлық андай қате төсек болады да. Қате, жылағың келеді ана төсекті көргенде. Ұзақ жылдар бойы бірге келе жатырған парочкалар туралы айтып тұрмын да. Мен қазір тип-типіне бөлемін, әрқайсысы өзін көретін болады. И вот, оның уже действиялары деп былай шығарған дауыстары тебя так раздражает, и сен де дей саласың да анаған қарап. И бүйтесің в основном, ой, бұл жақсы әке, жақсы еркек болса ше, оның плюстарын былай бүйтіп теріп алып, миыңа қондырып, сол арқылы возбуждаться етемін ба деп ойлайсың да. Но нет, это все не возбуждает. Даже если он хороший мужчина, да, хороший отец, муж, я не знаю, не то. Потому что сендер қаншама жыл бойы тән мен тәнің бір-біріндікін жаттап алған. Это нормально. Бір-біріңнен жалығу. Жалығу нормально. Бірақ жалыға тұра, әрекет жасамау соншама жылдар бойы. Это ненормально. Өйткені қарым-қатынаспен біз достар, бері қараңдар, қарым-қатынаспен біз әрдайым жұмыс жасау керекпіз, қол ұстаса тұра. Сенің отбасың біреуге нахуй керек жоқ. Сен отырасың да ананы тыңдайсың, психологтың мынаны тыңдайсың, ананы тыңдайсың, барлығы. Ой, нахуй саған ол еркек, ой, нахуй саған бұл нәрсе, деп ше. Всем абсолютно похую. Сен ажырассаң, бала шағаңды өзің көтересің. Ажырассаң, минуста сен боласың. Ажырассаң, сөзге қалатын сенсің. Шынымен. Кім бірдеңе деген психолог айтып еді ғой, еркекті бүйтпеу керек, сөйтпей ерегісіп кеп, сол психологтың алдына бар, ол саған айтады, я тебя знать не знаю деген сияқты. Сол үшін есалаң қатынау, әркімді бүйтіп тыңдай бермей, отбасы үшін, өзіңнің басың болу керек. Сен ол ер азаматты таңдадың, біреу алып келген жоқ. Сен оған кезінде суың кетіп, анашы, өліп жақсы көріп ғашық болып тидің. Ну ладно, ғашық болып тимесең де, тағдыр солай саған алып келді сол адамды дейікші, әртүрлі болады ғой ситуациялар. Ол сенің еркегің. Пожалуйста, қол ұстаса отыра, постарайтесь сол бір отбасыларын сақтап қалуға, да? Ешкімнің ештеңесі кетпейді, мен сендерге айтайын. Тағы айтам, ортада қалатын бала-шаға, папа, мама деп. Сендер кеттіңдер бір-бірлерімен ерексу туралы неге мен айтамын? Осы ерексізден басталады. Сен істе де мен істе, мен істе де сен істе. Неге мен төсекті жаңарту керекпін? Неге ол тырыспайды? Неге мен бүйту керекпін? Неге ол бүйтпейді? Ты же хочешь, чтоб твой муженек хорошо зарабатывал, да? Біріншіден, осы ғой біздің қоятын талабымыз. Так, пожалуйста, үйдегі гармонияны реттеп берші. Я ол әйелдің жағы іс-әрекетіне байланысты, үйдің ұйытқысы, үйдің берекесі әйелге тікелей байланысты, жандарым, табиғатымыздан солай бізді жаратып қойған. Үйдің адамымыз қанша жерден жұмыс жасасақ та, үйдің берекесі, түннің ерекшелігі, мынандай халатик, палатик, стринги, бринги, парик, шмарик, квартираны бүйтіп жалдап қойып, сояққа барып берісу, бір неожиданный, ерекше бірдеңелер істеу, оның барлығы бізде. Хочешь, чтобы он охуел?
постоянно зарабатывал. Вот мужчина вот стальными яйцами дейміз ғой. Сонда еркекке басымыз кетіп жүреді ғой, актер болсын, басқа болсын әйтеуір. Деп біреудің еркегіне. Сделай так. Өз еркегіңнен осылай істеші. Біреудің дайындап берген еркегіне қызығып отырмай. Ашы, бірақ шындық. Ерексіп емес. Вот осыны сен түнді ерекшелетіп, әдемілеп, аңқылдап, сыңқылдап отырыпшы, мяулап, еркелеп, түрлі қылықтар шығарып, еркегіңе жабысып, кейде жестко, кейде нежно, кейде так, кейде сяк. Жасашы деймін. Содан кейін результат болмай жатырса, айтасың, мынау далбайып екен, мынау болмайды екен депші. Реально. Жасасаң, есі дұрыс еркек, одан ләззат алады, оталады, күші көбейеді. Тағы не істесем болады деп жүреді ғой, осылай мотивацияға толыпшы, үйінен бір шабыт алып, үйіне қайта орала бергісі келіпші. Сыртта жаулармен былай алысып, ақшаны былай, тағы несе, миы 2х болып жақсы істеп өйткені мотивация бар. Сен барсың, сен үшін, бала-шағаң үшін тырысқысы келіп тұрады. А когда сен ерексесің, и ол осының екі жақтан ерекс болғаннан кейін, үйдің берекесі кетіп қалады. Ойлашы, күндіз екеуің деп жүресіңдер. Бір-бірлеріңді көргілерің келмейді. Сен телефонда, ол телефонда. Ортақ әңгімелерің бала-шаға, мынау келіп отырған кредит, ипотека, ананы төлеу керек, мынаны төлеу керек деген сияқты. Тек бытовой әңгіме. Ортаңда басқа әңгіме жоқ та. Екеуің де екі жаққа қарап тұрсыңдар. Ажыраспады деген аттарың ғана негізі ажырасып кеткенсіңдер. Вот. И түнде күндіз анандайсыңдар, и түнде анандайсыңдар. Қосылған кезде бош тезірек депші. Екеуің де сөйтіп тұрасыңдар. Содан кейін барып, ол қалай сендер өмір сүресіңдер? Қалай сендерде махаббат болады? Мынау секс, күндізгі ұрысқан отбасыларды түнде татуластырып береді. Ол секс. Ойлансаңшы, сенікі мынау, оныкі мынау. Құрдан құр жатыр. Кірсеңдер бір-бірлеріңе татулассаңдар, албастылар ау, былай. Жоқ қой. Ана қуысын аяп жатады, мынау ташағы салбырап жатады. Сосын анау кетеді, басқа қуыс іздеп, мынау кетеді, басқа бірдеме іздепші. Бір-біріңді жаратты. Бір-біріңе ыңғайлы етіп, осы түнде бір-бірімен татулассын деп. Ренжи де алмайсың ғой. Сені қандырса жақсылап, сен оған ерекше бірдеме ұсынсаң, сөйтіп қосылып аш, депші, ұмыттың да кеттің. Ана күндіз сіңгіргенін, бірдеңеде боқтағанын, көтін қасып тұрғаныншы, ойбай, анау ерекше болып көрініп тұрады саған еркегің. Түнді сол үшін берді ғой сендерге. Мөңкейіп ұйықтай бермей. Ұзақ жыл бірге тұрып келе жатырған парочкаларға соңғы сторисім. Сендерде редко, но метко болу керек төсектерің. Анау деген аузына тық шарик ал секс-шоптан. Плетка, шметка, маска ал, неше түрлі париктар ал. Жалғып өткесіңдер ғой, бір-бірлерінің түрлерін ерекшелендірсеңдерші. Сен берсең ол да береді. Ташағына анау неше түрлі шарик бар, бірдемелер кигізіп қой, жүні бар, бірдемелер бар, неше түрлі бәлебатырлары бар. Ерекшелендір. Редко, но метко істеңдер. Сол редко қосылғанның өзінде еркектің миына грамотно якорь қалдыр, чтобы он навсегда запоминал каждый сендердің қосылғандарың ерекше болғандықтан. Вот. Сол кезде сендердің махаббаттарың одан сайын былай жоғарылай береді. Келесі неудачный төсек егерлері сасық қаншықтар, и еркектер. Ондайсыңдар, Сендер неге өз естеріңді өздерің сезбейсіңдер? Пиздейшн, education ғой анау деген. Ауыздарың бұрқырап жүреді, сасып. Кожаларың бабский, ужасно иіс. Естественный феромондарың бөлінбейді, ана сенің естественный чесноктың иісі бөлініп тұрады, ана кожаңнан. Мамма мия. Анан тұрып байтқан бадақтың өзі жатып қалады ғой. Жуынша езгіленіп тұрып. Жуынша, ана құлақ-бұлақтың ішінің бәрін жуя.
тісіңді пісіңді тіліңді шығарып алып деп ше щеткамен жуынбасаң болмайды. Неғып мен байым жоламайды? Может, сен сасық шығарсың? Қалай жолаймын саған? Немесе еркек жетін неғып қосылмайсың? Жуыншы бауырым, да? Жуынып жүріңдер. Воняете, пиздец. Кішкене көттеріңді де жусаңдаршы жақсылап. Мына екі ботты ашқан кезде кішкене былай деп парақтап ашыңдаршы, язычоктарыңды. Ара-арасын қарасаңдаршы, мен қарап жуып берейін ба көттеріңді. Творог болып атыр ғой, сметана. Невозможно. Бүйтіп парақтасаң, бірінші парағын жуып шығасың. Сосын дейсің да, екінші парақшасының ортасын жуып шығасың. Дейсің да, арт жағын бүйтіп жуасың. Потом тесіктерге кішкене бүйтіп деп ше, көтеніңді жу деген сияқты. Қырын, жылын, білмеймін бар ғой. Чугаринг па, мугаринг па. Вот. Когда адамнан дұрыс емес иіс шыққан кезде, иіс арқылы да төсекке желание немесе көтеріледі, немесе төмендейді. Әдемі феромондар, әдемі иісі, шашыңның, қолтығыңның, бұтыңның иісі керемет болып тұрса, еркекті тартып тұрады ғой ол. Еркектерімнің иісі ужасный болса, пожалуйста, ваннаға көтінен бір теп, құдағын жуып үйрет. Бүйт кірді, өтіріктен ойнап, бетіне айтпа, бұлар сорам сөз ұқпайды. Сөз бір, не то сөз айтып қаш, ренжіп сенімен қосылмай, 5 километр ары жатып жүреді, мен саған айтайын. Сол үшін кіргіз, былай, мен сені бүгін шомылдырғым келіп тұр. Не бопты? Өз байын ғой, ташақты көтер, жұмыртқаның жуындырып, анау бешара мәз болып қалады. Өмірде ласки дегенді көрмеген ғой, жуындырып, деп қалады. Жуындырып атқан кезде тұрып кетеді. Вот, жуындырып атып қосылып кетіңдер, Өмірді қиындатпаңдар. Сөйтіп жұмыртқасына ар жақ бар жағын, аяқты көтер, оларды жүнтікте, соны көттің арасы жүнге тола, жуып, жақсылап, бейтіп, сөйтіп, үсті басын жуып, қосылыңдар. Осы менің екінші кейіпкерлерім ластарға арналады. Үшінші типтегі парочкаларымыз, кейіпкерлеріміз ұялшақтар. Баяй. Анаған техника ұсынасын курста, бүйтесіз, қалай болар екен, ұялып тұрым, көтім қышы, зайбал наху. Адам перскенен ұялама, кекелсін қоғасын ба? Сен ұялатқанызды біздің ташақтайын деп тұрмыз ғой, біздікі асқызанда, айналайын. Ұялмаш, тоңқайып тұрасың ба, талтайып көтіңнің тесігін көрсетіп тұрып, бетіп көрсет фигураңды. Еркекті это возбуждает, ұялуды қой, Немене 5-ші кластың қызы едің, ұялып тұратындай. Шынды бір таза бар ғой. Тоңқайып тұр, әпшуің, езічуің, бәрі көрініп тұрсын. Ұялма, наоборот, түнде ұялудың дым қажет жоқ. Осы ұялшақ қаншықтарға көп измена жасайды еркектері. Зайбалда целкан рөлін ойнап деп мүләйімсіп. Еркегіңнің алдында шешініп тұрған кезде бит жаппашы, қошы, қай жеріңді көрмедік. Салақтатып, бейтіп жоқ. Деп. Жүресің ба, тоңқаясың ба, барлық жерің көрініп ашық тұру керек. Толық босаңды айналайын. Нені? Ұялсаң арқта бар, неғыл дейсің маған? Кешке дейін опырмай тамақты. Что проблема? Бір жерің ұнамай ма, өзгертуге тұрыс. Өзгерте алмайсың ба? Самооценкамен қалай бар, солай қабылдап үйрен өз-өзіңді. Вот. Ана қосылып атқан кезде қимылдауға ұялады. Секіріп, біздікі бүйтіп салақтайды, міне емшек кетеді, бүйтіп. Бұлар даже бар ғой, бүйтіп қимылдайды. Не істеп тұрсың, басыңнан бір берейін ба? Дауыс шығаруға ұялады. Деп шығар дауысыңды. Көттен өлгені қаншық құсап. Деп шығар алмайсың ба үйде? Бала-шағаң бар екен, ата-енең бар екен, бар сыртқа бар, пәтер ал. Сояқта шығарып кел, өлгенше бақырып-шақырып. Тұруға ұялам, жатуға ұялам, жалатуға ұялам, қосылуға ұялам. Қойш кім? Адам түнгі төсектен ұялмау керек. Сен өз еркегіңмен перісіп атсың, Сен ұялып отқан кезде сыртта ұялмайтын қаншықтар бір шама. Тегін жеткізіп берген үшін сорып беретін әдемілеп тұрып. Вот. Өз жақсы еркегіңді айналайын. Сыртқа жылтыңдатқызбай, көт астыңа байлап үйрен. Ұялма, керегі жоқ.
Хорошо. Разный төсек, жаңағы киімдерді ролевой неше түрлі костюмдар бар. Ол сенің томар болса, байың, томар байға тиіп алатындар да бар. Қалай болады екен деп ше. Керемет болады, жап аузыңды, төсекте доминировать етіп үйреніңдер. Маған осылай қызық болып тұр, көрейік бірге. Жаңа нәрсені байқайық, былай позаны көрейік деген сияқты. Ағай, там, никакой коуч, никакой психолог, жаңағыдай, ақылсымақ, дана, тәте, көке, жәке, ешкім сендерге көмектесе алмайды. Күндізгі ұрыстарыңды, үйіңнің берекесі кетіп қалған болса. Тек түнгі төсек. Төсектен кейінгі әңгіме. Екеу ара ортақ әңгімелерің ыстық. Вот, анау оргазм, ол алған кезде, сен алған кезде, барлық ашу ыза, болмайтын бір қыртым-шыртым әңгімелер, ұрыстар бәрі кетіп қалады. Сол үшін айтамын, ерлі зайыптының арасында качественный, разнообразный төсек болу керек. 4-ші типтегі кейіпкерлеріме тоқталайын. Күндіз ашу ызамен жүріп, сол состояниемен персетіндерін айтсайшы. Еркегін еркек құрлы көрмейді, жек көреді. Бидасы бар ғой еще, жылдап сақтаған. Сонымен қосылады. Ана кредит, анау, проблема, жұмыс, документ, сонымен миында сақтап жатып, сігіседі ғой бұларшы. Жындысың ба? Денің сау ма? Персіп атсың ба, тек сол процессті ғана ойла. Не керек саған? Ана миы айдалада, көті мынаяқта ғой. Қашанға дейін өлген етті сігеміз біз? Вот вопрос первый. Өліп қалғансың ғой, өйткені сенің санаң басқа жақта ғой. Анау бүйтіп атыр, бейшара тырысып атыр. Оянсайшы. 5-ші типтегі кейіпкерлерім. Енді бұл жерде қысқа қайтарғым келіп тұр. Бұл өте развратный парочкалар. Я понимаю, сендер барлық новый нәрсеге құмарсыңдар, екеуіңде төсекті жақсы көресіңдер. Но осындай парочкаларда барлығын көріп, соңында қызықтарын қалмай жатады. Еркек сұраса бере берудің қажет жоқ. Бір қатындар жүр, көтінің тесігін сіктіртіп қойып. Алло, просыпаемся, о чем вы? До такой степени солай кетпейтін шығарсыңдар. Ана жерде қаншама инфекция, қаншама лас мусор, сыртқа шығарып тұратын аппаратқа кіргізіп атсыңдар ғой. Одан оны ары бар, мыжымы, қыжымы, ана төсектері бар ғой, проходной двор болып кеткен. То еркек көреді, то әйел көреді, неше түрлі разврат көреді. Бұлай артық кетіп, берекет таппайсыңдар, мен сендерге айтайын. Сондықтан да, көттен уже болды, сендердің темасы жабылды. Лучше көбірек сөйлесіңдер. Жан дүниелеріңді бір-бірлеріңді серттеңдер, әңгіме айтыңдар. Көбірек бір іс-әрекетпен, қазір көп қой, парочка болып жаңағы кесе жасауға болады, сурет салуға болады. Тағы да бір күшті адреналин там жаңағы, я не знаю, бірге машина айдауға болады. Машина емес, не дейді оны? Короче, керек болса сендерге парочка болып, бірге істеп, сол жерде бір-бірлеріңді жақсы тануға үлес қосатын күшті программалар көп парочкаларға арналған. Шетелге бірге барыңдар, әңгімелетіңдер. Вот. Бүгінге осымен әңгімемді тәмамдаймын. И кішігірім бүгінгі стористар сен үшін пайдалы болса, кәдімгідей ой салып, инсайт берген болса,